Сәлем достар, алдыңғы видеоларымызда неге арыстан аң патшасы екеніне жауап беріп көрген болатынбыз. Бірақ көрермендер жолбарыс мықты деген көптеп пікірлер қалдырған, және жолбарысты аң патшасы болуға лайықты деп ойлайды. Шынымен солай ма? Қайсысы мықты? Жолбарыс аң патшасы болуға лайықты ма? Бүгін осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Әрине, кім мықты екенін анықтау үшін екеуінің төбелесін қарау жеткілікті болар еді. Бірақ мұндай жекпе-жекті біз көре алмаймыз. Арыстандар мен жолбарыстардың өмір сүру ортасы бір-бірінен алыс. Табиғатта бұл жануарлар кездеспейді. Арыстандар Африканың дала аймақтарында тұрады. Жолбарыстар болса Азияның тропикалық ормандарында, Ресейдің шығысында өмір сүреді. Жолбарыстың салмағы 50-70 килограммға артық, тырнақтары 2-3 сантиметрге ұзын, ал бойы 0,5-1 метрге дейін. Ал жағының қысу немесе тістеу күші екеуінде бірдей. Сонымен қатар, екеуінің құрбандарын өлтіруі де бірдей, яғни мойындарынан алады. Физикалық параметрлерін салыстырғанда жолбарыс артықшылықтарға ие екенін көрдік. Ал тарихи деректерге сүйенсек, ежелгі Римде Колизей аренасында африкалық арыстандар мен Азия жолбарыстарын жіберіп төбелестіріп, халықтың көңілін көтергені белгілі. Тарихи жазбаларға сәйкес, бұл шайқастар жиі жолбарыстың жеңісімен аяқталған. Тағы бір деректер бойынша, 19 ғасырдың соңында үнді махараджының бірі арыстан мен жолбарыс арасында шайқасты ұйымдастырған. Шайқас мыңдаған көрермендердің алдында өткен. Жеңімпаз тағы жолбарыс болды. Біздің уақыттарда да жануарлар бағы мен цирктерде бұл екі жануардың кездесіп қалған сәттерде жоқ емес. Бұл кезде арыстан жиі жарақат алып қалатын болған. Сарапшылардың деректері бойынша, арыстан мен жолбарыстың арасындағы дуэльде жолбарыстар жиі жеңімпаз болып шыққан. Бұл жолбарыстың арыстаннан гөрі күштірек екенін дәлелдейді. Дегенмен, жолбарыс ең мықты болса, неге аң патшасы емес? Және дұрыс, жолбарыстың өмір салты патшаның өміріне ұқсамайды. Көбінесе қарақшы секілді және ормандарда жалғыз жүріп өмір сүреді. Сонымен қатар, жолбарыс адамдарға жиі шабуыл жасайтын жалғыз жануар. Ал арыстан болса, нағыз патшалар өмір салтын жүргізеді. Оның қарамағында үйір арыстандар болады, яғни прайдтар. Ер арыстан патша секілді оларды және шекарасын қорғайды. Түрі де патшаға ұқсайды. Иә достар, егер видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар.